сәлем, тағдырлар анасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Басымнан қиын жағдай өтіп жатыр. Ақылдарыңызбен көмектесіп жіберіңіздерші. Өзім жайында баяндап өтейін. Соңына дейін тыңдаңыздаршы. Кішкентай кезімде анам әкемнен қиын жағдайлар кесірінен ажырасып кеткен болатын. Есімде қалғаны анам Ақтөбе қаласына кетіп қалған. Мені және сіңлімді нағашы атамның үйіне тастап кеткен уақытшаға. Нағашы әжем бақилық болған. Анам 8-ші қыз, 74-ші жылғы. Анамнан бір жас кіші інісі бар. Сол кезде нағашы ағамның әйелі, яғни жеңгем және олардың 2 баласы болған. Бізді анам тастап кеткен кезінде мен енді 3-ші сыныпқа көшкен уақытым. Сіңлім өзімнен 5 жас кіші. Нағашы ағамның үлкен баласы 3 жас кіші. Сол уақытта жеңгем мені қарамайтын. Мен күн ыстығында далада ойнап жүретін едім. Нағашы атам ішкі кісі болатын. Ол кісінің бұрынғы историялары өсе келе естідім. Мен ол кезде бала едім. Нағашы атам немерелеріне ақша беріп, көп тәтті дүкеннен алып, мені қызықтырып отыратын. Үйде мал қора болатын. Далада ойнап жүрген уақытым шамасы. Атам жүр, мен саған ақша берем. Көп тәттілер алып қойдым. Үй жайында ойнаймыз, саған ойнайтын ыдыстар алдым деп, мені сол қораға алып кетті де ойна келгенін жасаған болатын. Және қорқытты, ешкімге айтпа, олар түсінбейді деп. Күнде осылай алып кететін. Мен ол кісіден қашып жүретін едім. Содан туған әкеме, әжеме звондап алып кетулерін өтіндім. Бізді алып кетті. Кейіннен анам сотпен өзіне қайтарып алды. Анам ақтөбелік бұрынғы махаббатымен қосылған, бәріміз бірге тұрдық. Нағашы атамның үйіне барамыз қонаққа деп алып кететін. Қатты қорқатынмын. Ешкімге айтпай ішімде сақтап жүрдім. Әрине қатты қиын болды. Атам тағы тиісті, бақырып әрең құтылдым. 4-ші класс шамасы. Анама бізді қараусыз тастап кеткені үшін қатты ашуым келді. Бірақ анамның бақыты үшін үндемей жүрдім. Ұзақ ойланатынмын. Кейде қорқыныштар есіме түсіп, өлгім келген уақыттарда болды. Бірақ сіңлімді қатты жақсы көрем. Кетуге қорықтым. Шешемнің көзін шел басқан. Екінші күйеуінің айтқанына шықпайды. Біздің быт-шытымызды шығарып ұратын. Анам ара түспейтін. Сіңлімді қасық дұрыс ұстамаса өлтіріп соғатын. Мен оны аяқ киім жумаған үшін қыста күні турси майкымен далаға шығарып тастайтын. Үстіртіп келесінде олай істемес үшін. Сіңлімнің кішкентай, оның қай жерін соғатынын білмеймін. Ұрып жатқан кезінде менің әлім келмей барып үстіне жатып алатынмын. Тамыз айының орысшасы қалай айтылатын білмегені үшін саусағын қайырып сындырған болатын. Кейін мен шыдай алмай туған әжем үйіне кетіп қалған едім сіңлімді алып. Үстінен шағым түсірдік, есі дұрыс емес деп. Бірақ анам жылап келгесін ол іс жабылып қалды. 17 жасымда әскерден жаңа келген 94-ші жылғы бір баланы қатты ұнатып қалған едім. Ол да мені қатты жақсы көретінін айтатын. Сол нағаш атам қайтқаннан кейін ол баламен танысқан едім. Нағашы үйінде бәрі тойға кетіп қалған. Ол сол жақта тұратын еді. Қорыққасын оны шақырып алған едім. Арамызда шайтан болған шамасы. Бір-бірімізді ұстай алмадық. Болып қойдық. 2 апта шамасында жақсы сөйлесіп жүрдік. Одан кейін ол жоқ болып кетті. Оған басымнан өткен қорқынышты жағдайымды айтпадым. Қазіргі уақытта көріп қалсам қатты ұяламын. Ол да менің бетіме күліп мазақ қылып кететін болды. Уақыт өте келе тағы біреумен жүрдім. 1 жыл көлемінде. Оған мен алданып қалдым деп айтқан едім. Мен оны жақсы көрмеген едім. Ол қатты жақсы көрді, қатты қызғаншақ еді. Оған деген сезімімді шығара алмадым. Қасымдағы қыздар одан сайын анау жатып қойыпты, содан анау лақтырып кетіпті деген әңгіме айтып отыратын. Іште бұндай әңгімелерден қатты қорқып отыратын едім. Бар ойым далада қалып қоймайын. Пәй емес қызды кім алады енді? Менің қорқынышты историямды ешкім білмесін. Осы баладан айырылып қалмайын деген ой болатын. Арамызда ұятта нәрсе болды. Алдағы уақытта жақсы көріп кетем деп айырылыспай жүрдім.
бір-бірімізді ата-анамыз танитын, үйленеміз деп жоспарлап жүріп едік. Оны ауылда жарым деп атайтын. Менің ойымша босқа айтпаған. Телефонында жаман фото-видеолар, біреулердің сүйісіп тұрған видеолар түсіріп, орынсыз сөйлеп позорымды шығаратын. Достарымның көзінше боқтап, достарыммен араластырып, дастархандас болуды вообще білмейді. Кішкене алға жетелеп, киноға барайық, бірге жүрейік десем, жоқ дейді да отыратын еді. Оны одан сайын жек көріп, ақыры айырылыстық. Өкініштісі, бір ауылда тұрғанымыз. Кей адамдарға мені жамандап та айтып жіберген. Бұрынғы жасаған балалық ойларым, қателіктерім есіме түсіп қатты жылаймын. Бірақ ол кезде маған ақыл айтатын апам да ағам да болмады. Тек өз ойыммен жүре бердім. Өгейлікті де көрдім. 9 класс оқып жүргенімде сіңлім сабақта болатын әбіткісімен де. Мен үйге келгем таңертең оқып. Анамның күйеуі мені құшақтап, әкемін ғой деп омырауымнан сипай бастады. Мен кухняға үлгеріп, қатты қорқып, бақырып, жылап, қолыма пышақ алдым. Жылап, анам сені жақсы көреді. Сен үшін бізді қараусыз қалдырды. Ол қазір бақытты, не істейін деп жатырсың? Мен бәрін ұмытам, ештеңе айтпаймын. Сен келсең де олай жасама, менің әкем жоқ. Әке жылулығын, шеше жылулығында көрген емеспін. Аллахтан қорық деп тәубесіне келтірдім. Тек сіңліме бірдеңе жасап қоймасын, менің басымнан өткенді қайталамасын деп, қорқып жалғыз қалдырмауға тырысатынмын. Анамның екінші күйеуінен қызы бар. Кейде ол тыңдамай қалса оған айтам. Кезінде бізді соқтың ғой, жетім көріп жебей жүрдің, орнына қорғансыз екенімізді біліп басынның ғой деп айтатынмын. Оның жауабы: сендер ол сендер, ал ол менікі деп айтатын. Ішім удай ашып, сіңлімді бауырыма қысып жүретін едім. Анамды жақсы көрем, бірақ ішімде кек тұнып тұр. Тып-тыныш ешкім жоқ кезде нағашы атамның зорлығы есіме түсіп, қатты шыңғырып, жылап босап алатынмын. Қазіргі уақытта жасым 20-да, жұмыс жасаймын. Сіңлім 15-те. Оны ең жақсы английский курсына беріп қойдым. Сіңліме әрқашан өмірдегі қиындықта түсіндіріп жүремін. Оқы, тек оқы. Барлығын сен үшін жасап жатырмын деп. Мен шын махаббат деген жоқ, сезім деген өтірік нәрсе деп ойлап келгем. Дурак деген ойым бар ғой онлайн. Соны ойнайтын едім, сол жігітіммен жүріп жүрген кезімде де. Мүмкін тағдыр шығар. Тек бір адаммен автоматически шығып кете беретінмін. Бірақ оны танымаймын. Біраз уақыт жалғыздықтан кейін ол жазып, жай ғана сөйлесеміз. Екеуміз бір қаладан екеміз. Аяқ астынан кездесіп қалдық. Күн қатты суық еді. Қыс мезгілі болатын. Ол такси емес, мен тоңып қалғасын жолдан алып кеткен еді. Сөйтіп танысып кеттік. Ол мені қатты ұнатқан екен. Ал мен қатты қорықтым, тағы аяғымды шалыс басып қалмайын, оқиын, жұмыс жасайын, сіңлімді оқытайын деп мақсат қойдым. Бірақ ол бала артымнан қалмай, колледжден күтіп алып, жұмыстан күтіп алып жүретін. Орыс мектепте оқыған, тәрбиелі, жүрегі жұмсақ. Өзінің мақсаты бар жігіт екен. 4 ай уақыт сөйлесіп жүрдік. Мен оны қатты ұнатып қалған едім. Бірақ әрқашан өзіме сен оған тең емессің деп қарсы тұратынмын. Солай жүріп бастадық. Ол маған маңызды сұрақ қойды. Мен бәрін түгел айтпадым. Тек бұрын жарым жігіт болғанын, екеуміздің мінезіміз келіспей қалғанын айттым. Және ол оған қарсы болған жоқ. Маңыздысы, сен ондаймен айналысып жүрген қыз емессің. Адам болған соң балалықта жаза басу да болады деп маған оң көз қараспен қарады. Міне бүгінде біздің махаббатымызға 2 жылдан асты. Мен онымен жүргелі махаббаттың қандай екенін, сүю, сезім, жауапкершілік не екенін түсіндім. Ұрысып қалатын кездер болды. Мені қатты сыйлайды, қатты ұрысып қалған едік. Себебі менің оқыған мектебімді қоңырау соғатын үлкен апа бар еді. Жігітімнің кіндік папасының келіні болып келеді. Мені сұраған ол кісіден. Ол кісі ауызы лас, өтірікші, өсекші апа еді. Оған жыным келетін. Мектепте әрбір оқушыны жамандап, кемсітіп отыратын. Менің де артымнан өтірік өсек шығарған болатын. Мен әжем үйінде тұрып жүрген кезімізде мектепке маршрутпен барып келетін едім. Үй алыс болған соң. Ол кісі бұл мектепке ол қызды күнде бір машина келіп алып кететін.
мектеп алдында деп өтірік әңгіме шығарған еді. Сол кезде бетіне айқайлап кеткем: ұялмайсыз ба осындай жасыңызбен осылай өтірік айтуға деп. Ол кісі содан мені жақтырмай қалған еді. Ол жалғыз мені емес, көп қыздардың атына күйе жаққан. Өмірдің қаталдығы сол екен. Дәл осы әйел жақсы көретін адамымның танысы болып шықты. Жігітімнің әкесі қайтыс болған, бір апасы, анасы және өзі. Жағдайлары өте тамаша, тәрбиелі отбасы. Анасын көп адамдар жақсы таниды. Өте қатты сыйлы кісі. Жаңағы әйел жігітімнің анасына: бұл қыз сіздердің отбасыларыңызға бармайды. Әке тәрбиесін көрмеген, үлкенді сыйлап білмейтін, әкесі жоқ, өте қарапайым отбасында нашар деп жеткізген екен. Және менің кластасым оның туған емес інісі болып келеді. Бұрынғы жігітімнің кластасы оның інісі. Мен оны естіп, осымен тоқтатайық, бәрі бітсін деген едім. Сонда ол: жоқ, бәрі жақсы болады. Мен сенімен біргемін. Тек сен үндеме, сәлем беріп шыдап жүре бер деді. Бір кезде: сен неге олмен болып қойдың? Мектеп кезінде сабағыңды оқудың орнына қайда қарап жүрсің? Мен сені қатты жақсы көрем. Айтпайын ешқашан деп ойлаған едім. Бірақ жігіттік ар-намысы маза бермейді. Мен бұрынғы екеуің жайында басқа біреулерден естіп жатырмын. Намысыма қатты тиеді дейді. Мен сол болды, жүрмеймін, кетем деген кезде ең бірінші рет аузынан естігенім: бар кет, сені ұстамаймын деген сөз қатты ауыр түйген еді. Қатты шыдай алмай: кеттің ба, онда саған бәрін айтайын деп осы кезде жарылдым. Басымнан өткеннің бәрін айтып салдым. Енді ризасың ба, болды, енді кете бер дегенмін. Ол: неге айтпадың, мен түсінемін, тастамаймын, кешір деп қолдау көрсетті. Осы жақында болған оқиға, бірақ қатты ұялам. Жаным, енді сенің бақытты болатын уақытың, бәріне бірге жетеміз, бәрін жеңеміз деп қолдады. Тек 94-ші жылғы баланы айта алмадым. Қалай айтарымды білмей жүрмін. Қорқам, егер тастап кетсе. Мен оны қатты жақсы көрем.